Бүгін 24 наурыз 2025 жыл. Міне мен Шахристан орталығында тұрмын. Көне Тараз этномәдени орталығында тұрмын. Міне бүгін аспан осындай бұлтты, жел далада, бірақ қазір кішкене жел басылған сияқты. Ал біздің көрмеміз бүгін мына көрме залында, көрме орталығында болады. Міне осындай зал, керемет. Алыстан түсіріп қояйын. Міне осындай бізде Тараздағы ең сәнді орталық. Бүкіл мереке, мейрам, қуаныш, сәттің бәрі осы жерде өтеді. Міне біздің бүгін көрмеміз мынау залда болады. Бүгін Тараз қаласына жібек жолы саяхатымен туристер келе жатыр дейді. Сол туристерге Тараз, Жамбыл облысы қолөнершілері өз өнерін көрсетіп, қарсы алып алуға шықтық. Кәнішке кірейік. Мен өзімнің түкті кілемдерімен шықтым. Біздің бірлестігіміздің жетекшісі Раушан Құндызбаева, қолөнер Тараз бірлестігі. Бұл залда біздің бірлестіктен бөлек тағы да 3 бірлестік бар. Шебер шаңырақ, Анарбек Сұлтанова жетекшісі, қолөнершілер бірлестігі, Серік Бейсенов жетекшісі. Міне Раушан ханым келе жатыр. Біздің жетекшіміз міне осы кісінің ұйымдастыруымен бәріміз бір кісідей шықтық. Раушан ханымның ұйымдастыруымен осындай өте тату, тәтті бірлестікпіз. Міне енді қазір барлық қолөнершілер заттарын қойып кетті. Бір шамалы уақыттан кейін бәрі келеді. Осындай. Қазір мен тек қана шеберлердің қолөнерлерін ғана түсірем. Мынау Елмира ханымның жұмыстары, соңғы үлгі тігістерін сыртына қаратып істеген. Күшті. Синей техника. Мынау біздің Ольга ханымның жұмыстары. Мына бұл кісінікі. Мына осындай қуыршақтар. Мына әдемі қазақтың қыздары, орыстың қыздары. Мыналар жайнамаз ғой дейме? Осындай. Мына Аманкүл әпкенің заттары. Бойынға тағатын. Кішкентай сырмақ жасапты. Шағын ғана киізі басып. Мынандай өткенде мен видеоға түсірген. Ой, қандай әдемі. Бойынға тағатын. Өңір жек дейтін дейді. Осындай әдемі, жалт-жұлт. Мынау көк, мынау жасыл. Мыналар қасаба. Мынау киіз үйдің ішіне ілінетін. Сондай шашақтар. Бір шашақ, мынау 3 шашақ етектерінде. Етектерінде осындай моншақтары бар. Сәуле ханымның басқұрлары. Сыйлыққа арналған жұмыстар коробканың ішіне салыпты. Шағын коробканың ішіне астынан сыйлық. Мынау ыстықтың астына қоятын бұйымдар. Төсеніштер. Міне біздің қолөнер Тараз қоғамдық бірлестігі. Мынау қуыршақ. Раушан ханымның жасаған қуыршағы. Міне мынау Жазира ханымның жұмыстары.
Тапырақтар әдемі. Жастықшалар. 70-70 дөңгелек жастықтар. Артындағы осы қолөнер Тараз бірлестігінің жалпы ұжымдық жұмыстар ғой. Ұжымдық. Бәрі жабылып жұмыс жасаған. Жұмыстар. Киіз басу жұмыстары. Бұның бәрі Раушан ханымның жұмыстары. Менің қасымда қазақы бөріктер. Менің кілемдерім. Барлық кілемдерімді шығарып осылай қойдым. Осындай шағын қуыршақтар. Бәр жүннен басылған жұмыстар. Галстук, шарф, жакеттер, көйлектер, бас киімдер. Қамшы. Мәулен, берген. Ему уже кого-нибудь помоложе бы тут. Нет, идем. Вақытымыз бар әлі. Мынау шашақтар көрінбей қалады. Яха көрініп тұр. Бұл сәнденіп отыр ғой қыздар. Ал. Bir, iki, üç. Наталья ханым, түртке түсірсеңізші. Так, смотрим. Раз, два, три. Ты знаешь, это ее отец, мой брат. Да, мы это самое говорили Это бы мама, нам. а моя сноха.
иә. Таныс болып қалдық, а? Неше аэропортта көмектескен. Иә, мен қолөнершімін ғой. Қайдан керек? Садитесь. По чередам уже бөлініп кетеді, ау. Шырдым екен. Ой, салон басталды. Давайте фото. Дина. Mene kızlar geliyor. Bana turistler geldi. Salamatsızlar. Я поэтому...